Адамнан адам бекер алыстамайды, не тірлігімен, не тілімен, не көңілге тиетін дүниелердің арқасында алыстайды екен. Адам дүниеге тек қана келіп, әшейін ғана аттана бермейді. Ол артында ой қалдырады, ойдан мұра қалдырады. Адамдарды мақтан сүйгіш ет, өр көкіректік оларды ақымақ етеді. Сол кезде сен оларды бағындырасың. Ешқашанда ешкімді жамандама. Ең жаман деген адамның да өз жақсылығы болады. Кей адам кілт етпе келеді, бірақ ол жас балаға, сұлу әйелге және ұлы адамға ғана жарасады. Бұл үшеуінен басқаға біткен қыңырлық қырсықтықпен тең. Екі адамның бір-біріне шын ықылас пен қалтқысыз қызмет етуі не араларындағы адал махаббаттың, не адал достықтың арқасы. Ең мықты адам қорқынышты жеңген адам. Рухани жағынан сұлу адамдар, бұлар ең алдымен бақытты адамдар. Адам өз ойы арқылы өз мінезін қалыптастырады. Жақсы кітап оқымайтын адамның кітап оқи алмайтын адамнан еш артықшылдығы жоқ. Ерегісіп тұрған екі адамның төрелігін айтсақ, былай болады. Сол екі адамның қайсысы ақылдырақ болса, даудың басталуының кінәсі соның мойнында. Адам қолынан келмейді деп ойлап келген істерді жасай алатынын көрсеткен, адам мүмкіндігінің сферасын кеңейткен нәрселер орасан зор құнды болып есептелінеді. Кесірлі адам кер болады, кемеңгер адам кең болады. Дүниеде екі нәрсе шексіз, бірі ғалам, екіншісі адамның ақымақтығы. Бірақ біріншісіне күмәнім бар. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Заң адам пайдасына жазылады. Адам заң үшін тумайды ғой. Егер сен шын адам болсаң, халқының тағдырына қабырғасы қайыспайтын қалтақ басты адам деуші болма. Әркімде аяушылық сезімі болу керек. Аяушылық сезімі жоқ адам қауіпті. Адамдар да өсімдік тәрізді. Жақсы күтілмесе, жайнап өспейді. Адам ұят, ар, мейірім, әділдік, алдамау деген қасиеттерінен айырыла бастағалы 2 ғасыр. Оның орнына жауыздық, ашқарақтық, озбырлық, опасыздық, кісі өлтіру сияқты көне қалыптағы тағылық жаңа өнер түрін тауып өрлеп барады. Адамның келбеті жүрегінің айнасы. Адам өзгерумен бірге қауым, халық өсумен ілесе біздің өлкеміз де өзгерді. Адамдықтың негізі әйел. Адамның ең ұлы көркі оның ақылы деп санаймын. Адам баласының жаман құлқы жаратылысынан емес, өскен ортасына көрген үлгі өнегесінен. Ежелгі заманда адамдар көп сөйлеуді ұнатпайтын. Өз сөзінен артта қалу олар үшін ұят болды. Адамдарды ақшаны ұстауларына қарап бағалауға болады. Ақша мақсат емес, ол адамның қателескен, қателеспегенін білдіретін дәлел. Жек көру қорқақ адамның орындай алмаған кегі. Адамдардың 3 тобы бар. Бірінші топ жаратушысын іздеді және тапты. Бұлар ақылды әрі бақытты адамдар. Екінші топ жаратушысын іздеп жүр, бірақ тапқан жоқ. Бұлар ақылды, бірақ әлі бақытсыз адамдар. Үшінші топ жаратушысын іздеп те жүрген жоқ, тапқан да жоқ. Бұлар бақытсыз әрі ақымақ адамдар.
Адам баласы шындықтан өлердей қорқып, өтірігінің ашылып қалуынан сақтанып жүрсе, бұдан артық бақытсыздық жоқ. Махаббат адам әлсіздігінің ең кешірімді тұсы. Арлы адам ардақты, ар ардақтың анасы. Адамдар мал мақтан үшін соғысып, өзі жек көретін өлімге жанын тапсырады. Ақылсыз адам мәуесіз ағаш секілді. Адам алысқа қараймын деп жақындағысын көрмейді. Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан болады. Адам кейде өз үйіне де сыймайды. Мен ең әуелі сырт көрініске назар аударушы едім. Өйткені адам өмірінде оның үлкен мәні бар. Салдыр салақ адамның іс-әрекеттері сүйкімді болады деп ойлаудың өзі қиын. Лайық емес адамға даңқ жоламайды. Адамгершілікті, кісілікті неғұрлым терең ұғынған сайын, әр адам өзіне жақсы төреші бола алады. Адам сүйу, күйу, азап шегу үшін жаралады екен. Дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ. Адамның алдымен адам сипаты болуға тиіс. Адам баласы керуен сияқты. Тоқтады, көшті де кетті. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен. Досы көп, ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Сауатты адам жазғанда қол дағдысымен жазады. Құстың ұшу үшін жаралғаны сияқты, адам да бақыт үшін жаралған. Сын адамды қарқ етеді, ал талдау керісінше адамның көзін ашады. Ақылды адам өзінен де жетік адамды жалдайды. Сақының сақылығын сараңды көрсең білерсің. Адалдың адалдығын арамды көрсең білерсің. Жаманға еткен жақсылығың жатқа кеткен малмен тең. Адамға қылған жақсылығың арнап берген нармен тең. Адамды қандай істе болса да, ұстамдықта, ойындағысын тайсалмай айтуда, қайсы бір батылдықта ерлік көрсете алатындай жағдайға қоймайынша, оны ержүрек етіп тәрбиелеуге болмайды.